Так, бүгін мен осы складтың барлығын дұрыстап қойдым, және де көрермен тақтасы, және де мен асырап алған итім. Бүгін жаңа өзгерістер. Так, бәріне сәлем, сендермен бірге мен Данчук, қалайсыңдар? Бүгінгі менің Ауленттегі выживаниеме қош келдіңдер. Так, бізде бүгін 3-ші бөлім деп ойлаймын. Так, 3-ші бөлім, достар. Сіздерге үлкен рахмет. Кешегі бөлімге сіздер жақсы активно жинап тастадыңыздар. Енді бүгін сіздерге арнайы видеоны тезірек шығаруға тырыстым. Бүгін енді сіздерге сағат қазір түнгі 10, бірақ сіздер үшін видео түсіріп жатырмын, достар. Выживание сіздерге қатты ұнап қалыпты. Енді қазір ары қарай жалғасатын боламыз. Бізде бүгін не өзгеріс, достар? Бүгін мен өзім жертөлемді дамыттым. Алдында білесіздер, бекшегіміз тұрған жеріміз, енді жертөледе. Енді мен бүгін жемейін деп дамыттым. Неге десеңіздер, енді неяқта не үшін тұрып жатыр десеңіздер, кейін айтатын боламын. Үйді өзім кейін салып алам. Ютуберлердің үйін көріп жатсыздар, үлкен қылып салып бастаған, дамып жатыр. Енді мен жертөледе жатырмын, достар. Мені білесіздер, жалпы мен выживание қатты ететінді. Так, бүгін мен көрермен тақтасын енген көрермендерімнің аттарын оқып кететін болам. Достар, сіздер көбісіңіз қолдап жатсыздар, мотивация жазып жатсыздар. Үлкен рахмет. Бұйырса, енді сіздердің айтқан сандарыңызға иншаллах жететін боламыз. Сіздер до конца мені қолдаңыздар. Сол кезде ары қарай бірге дамитын боламыз. Так, бізде жақсы көрермендер түсіпті. Бізде біраз көрермендер комментарий жазса, соның ұнаған комментарий жазған көрермендердің аттан оқимын. Так, бізде Сұлтан BKZ, Бикон KZ, Димош Геймс. Так, бізде шама дауыс қатты шығып жатыр, Так, бізден Багдолет Наматжан, Димош Геймс KZ, Серік Дарын, Нерби, Бека Let's Play, NKS, Бой, Бекзат, Баянсыл Өтешева, не деген керемет есімдер мынау. Нурик Абдухаймов, Сабыр, Ерко Казах, Алин, Збеко ПВП, Ерс 444, және Хан, Нұр ННН. Досын соңғы міне достар, Нұр KZ пен Аки достарың не деген керемет жаңадан келген көрермендеріміз көрермен тақтасына еніпті. Керемет, красавчик. Енді тағы да комментар жазсаңда, әрине тағы да көрермен тақтасына енетін боласыздар. Так, бізде енді неше күшік асырадық? Бізде міне 3 күшік асырадық. Біреуін қара, біреуін қызыл, үшіншісі так болды қызыл. Және достар, так, бізде хан жазып жатыр. Менде қазір менде видео мазамды алмады деп жазайын ба? Мазамды алма. Ахаха деп күле салайық, өтірік. Короче, так, енді бізде өзгерістер жақсы. Біз қазір тезірек дамып жатырмыз. Міне қараңыздар. Осында тамақта жинап жатыр, жеймін деп қараңыздар, көрдіңдер ма? Так, бізде осында дәнектер, сосын осында ағаштар, сосын палка, бамбуктың, сосын осындай көрсетейін. Айтпақшы, мен алмас тапқан болатын достармен, бірақ мен видео түсірмей кеттім. Типа шахтада выживать етіп, алмаз тауып, лазурит, алтын, осыны затты табам ба деп ойлағам, видео түсіріп. Бірақ енді достарыма көмектесіп, өзімне осындай ресурстар тапқан болатым. Енді келесі видеоларда шахтаға баратын боламыз, әрине. Енді мені қараңдар, бүгін осындай скелет өлтіріп, сосын балық аулап, удочка тауып алдым, осы қармақты. Сосын нан, біз егіп жатырмыз, уже байып кеттік, қарымыз тоқ. Айтпақшы, мен қазір өзімне 34 нанды ала салайын. Так, біз бүгін достар, видеоны атынан көріп достар, мен бүгін ауыл тауған болатымын. Сол жаққа қазір бірге баратын боламыз. Так, мен қазір иттерімді ала кетейін, достар. Иттерімді алмай қойын, достар. Қазір оны кіргізу қиын. Айтпақшы, мысыққа асыраған болатым. Мысықты да, сол ауылдан тауған болатым. Так, енді жаймен деп, көтерлік. Бізде балдар уже дамып жатыр, көрдіңдер ма? Хан үйін бітіріпті, керемет. База жоқ. Мына жерде бекіштің үйі. Так, мен ауылды мен осы жерден тапқан болатым. Осы үйдің арт жағында, бекіштің. Сол бекіштің үйінің артына барамыз. Тура. Так, бекіш алдында ауыл тауған болатын. Енді біздің бір-екі балдар айтқан болатын. Осы бекіш бір ауыл тауып алды деп. Бірақ енді бекіш көріп отырсаң ренжіме, енді мен осы ауылды бірінші тауып алдым, мені көріпсіздер ма, достар? Ауыл бізге жақын орналасқан. Яғни айтқан достар, бізде екінші ауыл бізге жақын орналасып тұр. Мені көрдіңіздер ма? Уже жол салынып,
бізге шамалы спойлер тастапты иә достар. Бізде қараңғы батып жатыр. Айтпақшы, ё-майы достар. Ұйықтап алу керек. Бізде хан. Так, хан қайтек. Так, Ерлан. Ұйықташы. Ерлан ұйықташы деп жазайық. Так, біз қазір мынаған секіреміз. Оппа, суға. Төмен, төмен қандай қорқынышты. Так, ұйықташы деп жазамыз. Так, бізде қазір мына жерде ұйықтап аламыз бос төсекке. Так, бос төсекке ұйықтап көреміз. Так, хан ұйықтай ма екен, Так, ханға жазып жіберейік. Болды хан достар. Ойынан шығып кетті достар, қайттан қазір кіретін шығар. Так, бізде енді міне көрдіңіздер. Голем жүр достар. Ё-майо. Керемет достар, қараңызшы. Так, хан қайттан кіріпті. Базар жоқ, мен түсініпті. Так, бізде андай печка бар екен. Опа, плавильная печка. Өзімізбен бірге алып кетейік достар. Печканы, осы печканы керек болады кейін. Так, жителдер қалайсыңдар? Привет екен. Мына жерде голем. Привет, қалайсың? Так, біз қазір енді осы ауылды тонаймыз. Сосын не бар екен көреміз достар. Мына төсектер. Так, төсектер енді бұл жителдердің төсектері. Кеспейміз әзірге. Так, өзімізге опа, қоңыраушаны алып кетеміз. Так, айтпақшы достар, видеоны көріп отқан көрермендер болса, если барлығыңыз көріп отырсыздар жалпы, қоңыраушаны басып кетеміз. Өйткені видеоны бірінші болып, сосын ертерек көруге шамалы. Видеоны енді байтқанда ертерек көре аласыздар. Сондықтан басып қойыңыздар қоңыраушаны. Так, опа, не деген столшик мынау. Так, алып алайық. Так, бұл столшиктің аты қандай? Кафедра дейді. Ойбай, не деген. Мына жерден нелерді алып алайық. Так, кітапшаларды, книгаларды, кітапша, Так, төбеде екінші этажда не бар? Екінші этажда, так, екінші этажда ештеңе жоқ. Так, біз ойбай, жап есікті. Ема, не мынау? Осы крипер, ема. Қазір артынан қуам екен, келе жатыр, Бұны ше қазір мейірім шапағатсыз. Ұру керек бұны мейірім шапағатсыз ше, нағандаш. Ойбай, блин, осы ғой достар, ё-майо, осы криперді. Надоел бар ғой, 2 рет өліп достар, мен көптеген заттан айырылып қалған болатым. Сондықтан крипер енді вообще жыным бет сол криперге. Так, мына жерде бір сапса төсек бар екен әдемі. Так, бізде тағы да кітап. Сосын андай егетін ағаш. Сосын нан. Так, нанды алып аламыз. Так, бізде картоп, сосын перо керек емес. Алма, бізде 2 алма керемет. Так, өзіміз бірге алып кеттік. Так, енді тонамаған үйге тағы барамыз мына жерге. Так, бұл жерде житель қалайсың, привет. Так, бізде тағы да андай жителдер бар ма екен? Опа, достар қараңызшы. Так, бұл житель енді бізбен саудаласады екен достар. Бізде қараңыздар, 6 осындай кожа берсең, бізге 1 изумруд береді екен. Так, байып кетуге болады. Так, мына жерде 7 изумруд беріп, кәдімгі кожаный куртка алады екенбіз. Мынау қымбат емес па? Екіншісінен көрейік. Бұда да сондай екен. 6 кожа беріп, 1 изумруд алады екенсің достар. Керемет. Так, сундугынан опа, осы бронялар алып кете салайық. Так, кейін зачерді етіп шамалы дамытатын боламыз бұнда. Так, бұл котел керек емес. Так, ау деп жазып жіберейік. Ау. Так, біз келесі жерде көреміз. Келесі үй бар ма екен аяқта достар? Так, келесі үй жоқ достар. Ладно достар. Айтпақшы, ар жақтан тағы да бір үй көрген сияқтымын достар. Мынаған бардық ба? Жоқ, мынаған барыппыз. Енді екінші үйіміз тағы бар ма енді мына жерде? Мына жерде екіншілік шаруашылығы. Так, екінші шаруашылығы бізге керек емес әзірге. Так, біз тамақтанып алайық достар. Тамақтанып алайық. Так, бізге хан бірдеңе жазып жатыр. Данчо деді, мен ау дедім, бірақ ответ жазбады. Так, бізде опа, егіншілікпен айналысатын житель бізге мынандай сауда. Бізде 26 картоп берсең 1 изумруд, 15 свекло берсең тағы 1 изумруд. Так, достар, біз қазір саудаласып көретін боламыз. Қазір үйге қайтқан кезде өзіміздің тамақтарымызды, өзімізге керекті изумрудқа тамақтарымызды алып аламыз, сосын жителдермен саудаласатын боламыз. Так, мынаяқта тағы да мен үйлер көрдім. Так, шөптен өтіп кету керек. Так, осылай. Так, менен көрдіңіздер ма? Bir үйді көрдім тағы. Так, жаймен де барайық. Бұл жерде тағы да осындай кожа 1 изумруд береді екен. Бұл да сондай, бұл ұста житель ау деймін, қарапайым житель, керемет. Так, мынаның ішіне көреміз. Опа, бізде 3 кожа да. Айтпақшы, кожаны да алуды ұмытпайық. Қазір өзіміздің складтан. Так, өзімізге алды,
керек нәрсемізді алдық. Ары қарай так мына жерде қой бар екен, қойды өлтіре салайық. Ет керек болады, жүні керек болады. Ё-моё, неге достижение енді орындалды? Достар, айтпақшы мен басқа аккаунтпен кірген болатынмын. Неге десеңіздер, менің бірінші аккаунтымның, достар, білмеймін, баг болып кірмей қалды. Не үшін екенін түсінбей жатырмын сол. Так, енді барлық жерге бардық. Мына ауылдың бәрін тонап шықтық деп ойлаймын, достар. Так, мына ішін көрдік па? Көрдік, иә. Так, керемет. Бұл жаққа енді рейд жасау мүмкін. Андай дровосектер. Так, енді біз қазір ауылға қайтамыз. Өзіміздің ауыл дегенде өзіміздің үйімізге. Содан өзімізге керек заттарды алып, жителдермен саудаласатын боламыз, достар. Так, достар, біз үйімізге келдік. Ақырындап. Былай қарасаң жақын екен, достар. Өте жақын. Шамал шашап уақытымызды кетірмедік. Енді бізге так, мен қазір мына жерге бір печкамды орнатайын. Так, осы жерге не осында плавильная печь, бұл тез пісіретін пеш деп ойлаймын. Так, осы қойып қоямыз. Так, енді бізге мына броняларды біз қазір мына бәрін кезек-кезек қылып салып тастаймыз, достар, иә. Мына жерге так, мына жерге так, ештеңе салмаймыз. Мына жерге жүнді саламыз. Сосын өзімізге кожа, бізде кожа 9, не аз екен бізде. Сосын не алсақ болады екен бізде? Так, бізде қоңырауша 2. Сосын мынандай кафедраны. Так, достар, кафедраны осылай қай жерге қойып қойсам болады екен кафедраны. Осылай қоя салайын кафедраны. Так, енді бізге тамақ керек, иә? Картопты ала салайық. Өзімізге барлық картопты алдық. Сосын свекло бізде біреу-ақ. Нормально. Так, бізге свеклоны көбейту керек. Так, бізге енді не істеу керек тағы? Так, бізге басқа болды ау деймін, достар, иә? Болды, иә? Қазір енді сол ауылға барып қайтатын боламыз әзірге. Так, керегіміз заттарымызды салдық. Енді жаймендеп ауылға баратын боламыз. Бізге енді хан әлі жазған жоқ. Мақұл, так, хан серверде отыр, иә? Так, ханда сет нашар сияқты, иә, достар? Бізге жазбай жатыр. Данчо деп жазды, бірақ білмеймін, енді күтіп отырмын не айтатынын. Так, енді біз жаймендеп ауылға қайтадан екінші рет барамыз. Сол қазір ауылда жителдермен саудаласып, өзімізге изумруд алып аламыз. Изумруд кейін бізге керек болады. Броня сатып алуға, керемет затты сатып алуға болады. Так, кеттік, жаймендеп барамыз, келдік үйге. Үйге деп ойбай, ауылға. Ауылды қараныш, әдемі қараныш, әдемі жерде тұр, достар. Андай, нет? Андай жасырын жерде тұр. Ешкім келе алмайтын жерге, андай ешкім байқамайтын жерде орналасқан, әдемі. Так, енді так, қақта анау? Опа, анау біріншісіне барайық, ана жерге саудаласатын екіншілікке. Екінші жителме. Так, бізде қазір 20 тота. Опа, бізде қазір біреу. Опа, новый достижение не отхода от кассы дейді. Бізде міне бір изумруд алдық. Достижение жайменді орындап жатыр. Так, екіншісін аламыз. Так, тағы қоямыз. Так, біреу алдық. Достар, басқа картоп жоқ бізде. Так, бізде орындалды. Бізде қазір 3 изумруд қалтамызда. Так, мынаяқта картоп бар ма екен, а? Картоп бар екен, достар. Айтпақшы, иә. Так, қазір картоп жете ме екен? Так, неше картоп бізде? 21. Соңғы нені алып алу керек бізге? Изумруд алып алу керек. Так, 26. Ойбай, біреуін бұзып кеттім, бір ренжіме. Так, енді біздің ана жител қақта, достар. Ойбай, қайда айтып қалды мына жител? Так, жаймен деп түсейікші. Үйдің ішіне кіріп кетті ма? Үйдің ішіне кірмеген. Так, жител қақта анау. Мында екен ғой. Наумен біреумен саудаласып жатыр ма? Так, тағы да біреуін аламыз. Так, болды бізде 4 изумруд. Тағы да орындалу керек бізде. Шамалы қалыпты. Енді картопты тағы да егіп, достар, тағы да изумруд алады екенбіз. Так, жақсы, саған рахмет, жител. Семен тағы да саудаласам, тағы да келіп тұрам. Так, енді біз қазір мына ұстаға барайық. Так, қалайсыңдар? Мен сендерге кожамды әкелдім. Сендерден біреу ғана алам, өйткені басқа кожа жоқ. Сендерге кейін тағы да келетін болам. Так, бізге бронясын ұсынып тұр, достар, иә. Броня енді досым, мен алмаймын ондай броня, өте нашар. Қаныш, қолдарына бронясы жүр, аласың ба деп алмаймын. Так, енді бізде менде 5 изумруд болды, достар. Керемет. Біздің бүгінгі осы ауылды шарлап шықтық. Және де бос қайтпаймыз, достар. Бізде изумруд бар, және де сосын өзімізге керекті заттарды алдық.
Және достар, енді видеоны до конца көріп отқан көрермендеріме үлкен рахмет. Соңына дейін қолдап жатсыздар. Енді тағы да қолдаңыздар. Бүгінгі бөлімде енді 100 лайктан асырады деп ойлаймын. 100 лайктан асырсаңыздар, келесі бөлім тез шығуға мүмкіндік болады достар. Тез шығаратын боламын. Та енді оған дейін қоштасамын. Бүгінгі бөлім осы ауылға саяхат болды достар. Енді біз үйге жап-жақын орналасқан екен. Просто мен жай өтіп батсам, бір ауыл тұр екен, бір жол. Сосын барсам, жаңа ауыл екен, соны видеоға түсіріп сіздермен өтейін деп шешкен болатын достар. Сіздерге рахмет достар, қолдап жатсыздар. Тағы да осы видеоды қолдады деп ойлаймын. Тағы да енді қолдамай отқан көрермендерім болса, қолдап қойыңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Ал енді сіздермен қоштасамын келесі бөлімге дейін. Так, сіздермен болған мен Данчо, аман сау болыңыздар. Давай.